Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Әдетте «ә» дегеннен түсіндіруге қиын болатын құбылыстарды ғарыштай күрделі деп айтамыз. Алайда біз бұл бейнеде ғарыштық зымырандар мен зымыран қозғалтқыштарының жұмыс істеу ғылыми қағидаларын қарапайым тілмен түсіндірмекпіз. Зымыран ұшу үшін үлкен жылдамдықпен үлкен салмақты тастау қажет. Мұны Ньютонның үшінші заңы талап етеді. Сол үшін зымыраннан шыққан заттардың импульсы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ракетаға салынған реактивті күште жоғары болмақ. Заттың зымыраннан үлкен жылдамдықпен тасталу үшін оның жану камерасында тотықтырғыш пен жанармай қоспасы жанады. Айта кетейік, камера құрылымы жанармай мен тотықтырғыштың тиімді араласуы үшін қолайлы етіп жасалған. Зымыранның ерекше пішінді шүмегі арқылы газ ағыны өте үлкен жылдамдықпен өтеді. Өз кезегінде реактивті күшті көбейту және газдың шығу жылдамдығын арттыру шүмектің қызметі болып табылады. Мұндай шүмек Лаваль шүмегі деп аталады. Оның көмегімен ағын жылдамдығы дыбысқа дейінгі жылдамдықтан дыбыстан асқан жылдамдыққа дейін қарқындай түседі. Сұйық отын шүмектің бойымен жүріп өтіп, жану камерасына келіп түседі. Бұл шүмек сыртындағы температураны төмендетуге септігін тигізеді, әрі энергияны үнемдеуге мүмкіндік береді. Жанармай мен тотықтырғыштың қажетті жылдамдықпен берілуі үшін екі сорғы қолданылады. Ортақ білікпен жалғасқан турбина арқылы сорғылар іске қосылады. Жанармайдың құрамдас бөліктерінің осылайша берілу жүйесі турбосорғы құрылғысы деп аталады. Газ генераторы турбинаны айналдыратын ыстық газды өндіреді. Отынның қосымша ағыны мен тотықтырғыш газ генераторына жанып кету үшін түседі. Турбинадан шыққан пайдаланылған газ зымыраннан өндірілген негізгі газбен араласып кетеді. Зымыранның осы торабы зымыран қозғалтқыш деп аталады. Бұған дейін қарастырылған қозғалтқыш нақтырақ айтар болсақ, сұйықтықты зымыран қозғалтқышы деп аталады. Бұл әлемдегі ең қуатты әрі әмбебап қозғалтқыштар. Үлгіде көрсетілгендей зымыран қозғалтқышының жұмысына қажетті отын мен тотықтырғыш екі үлкен сұйық қоймада сақталады. Ұшқан кезде негізгі қозғалтқыштан өндірілетін күш жеткіліксіз болғандықтан әдетте ұшыру кезінде қосымша бірнеше қатты отынмен жұмыс істейтін зымыранды тездеткіштер қолданылады. Бұнда сіз қатты отынмен жүретін зымырандар жайлы толығырақ таныса аласыздар. Бастапқыда жерде зымыранның жылдамдығы нөлге тең болғандықтан орбитаға сәтті шығу үшін оның жылдамдығы сағатына 28 000 шақырымға дейін жетуі тиіс. Қатты отынмен жүретін зымыран жылдамдатқыштары тез жанып кетеді. Сол себептен отын жанып болған соң, зымыранның салмағын азайту үшін олар тасталынады. Бұл үдерісті зымыран сатыларының ажырауы деп атайды. Негізгі қозғалтқышта отын жанып біткен соң, келесі сатының қозғалтқышы жұмыс істей бастайды. Осылайша зымыран салмағы едәуір жеңілдеп, оның жылдамдығы артады. Ұшудың бірнеше кезеңінен өткен соң, пайдалы жүк орбитаға шығарылады. Айта кетсек, қазіргі таңда 5 сатылық зымырандар сынақтан сәтті өткізіледі. Белгіленген жерге дейін жету үшін зымыран қалай басқарылады? Осыны білу сіздерге қызықты болар. Тұтқалы зымыран қозғалтқышы ең заманауи әрі кеңінен таралған әдістеме болып табылады. Мұнда зымыран шүмегі дәлдігі жоғары құрылғылар көмегімен иіледі. Оның қажетті аспалы бұрыштан ауытқуы зымыран корпусының шыр айналуына алып келетіні айтпаса да түсінікті. Қажетті бұрылыс жасаған соң аспа бұрышы нөлдік көрсеткішке қайтады. Мұнда сіз қозғалтқыштың кардандық аспасымен толығырақ таныса аласыз.
зымыран мен зымыран қозғалтқыштардың жұмыс істеу қағидалары сіздерге түсінікті болды деп үміттенеміз. Назарларыңызға рахмет.